Қазақстанда ауыл шаруашылығы саласынан кең таралған түрі мал шаруашылығы. Оның ішінде ірі қара мал, жылқы және қой малын бағу сұраныста. Соңғы деректерге сәйкес елімізде 12 миллионнан аса қой бар, ал ең көп қой Түркістан облысында тіркелген. Жалпы саны 2,5 миллионнан асады. Статистиканы арттырып, өңірдегі шаруашылық секторының дамуына елеулі үлес қосып, қойларды асылдандырумен айналысатын кәсіпорынның бірі Нұрболат шаруа қожалығы. Әкемізден қалған шаруашылық бұл. 1990 жылы осы жерге келіп, қазақтың баяғы меринос қойлар болып, ақ қойлар. Соны айналысқан. Содан ары қарай қазақ қылшық қойға алмастырып қойдың барлығымыз. Осы жердегі қойларды асылдандырдық. Сол қазақ қылшық қойымызға Еділбай қошқар қосып, оған Гисардан, Тәжікстаннан Гисар қошқарларды әкеп, оны араластырып, одан Қырғыздың қошқарларын әкеп, оны араластырып, одан кейін ең соңында бойын ұзарту үшін Ауғанстаннан қошқар әкелгенбіз. Сөйтіп, жаңа тұқым Байсары деген тұқымды шығардық. Қазақстандағы ең соңғы жаңа тұқым 2023 жылы өз патентін алған. Қазіргі таңда Қазақстанда 12 шаруашылық өзінің селекция орталығын ашып, өзі патентін алып, автор болып и статус алып отыр қазіргі таңда. Дәл бүгінгі жер Қазақстанда Байсары тұқымы 5000 бас бар. Байсары тұқымды қой күннің ыстығы мен суығына төзімді. Әрі таулы аймақта мекендеуге де тез бейімделеді. Қарапайым қойларға қарағанда бір жылда 3 есе көп салмақ қосады. Сәйкесінше нарықтағы сатылым бағасы да әлдеқайда жоғары. Қозылары 200 мыңнан 1 миллионға дейін бағаланады. Кәсіп иесі қой бағумен шектелмей, өзге де 4 түліктің берекесін көруде. Қазіргі таңда сол Байсары плем карточкасымен 1500 бас менде аналық бас бар. 52 аталық қошқар түскен оған. Онымен қоса жылқы шаруашылығымен айналысамын. Өте жақсы жылқыларымыз бар. Одан қоса түйе дейді ғой, түйе. Түйе малымен жақсы айналысамыз. Қазіргі таңда осы өзіміздің төңіректің барлығына шұбатпен қамтамасыз етіп отқан жайымыз бар. Шаруашылықта 13 отбасы қызмет етеді. Кәсіп иесі қызметкерлерге қажетті жағдайды жасаған. Өңірдегі әлеуметтік осал топтарға көмек қолын созып, ауыл аймақтың дамуына атсалысады. Біз таңның атысымен 6:30-дан бастап тұрамыз. Таң атысы бірінші тұрып, бірінші малды аралап, мал шығарамыз. Бәрін шығарып болғаннан кейін бірінші түйе сауым болады бізде. Түйе сауып болғаннан кейін іштегі малдарды жайғап, әрқайсысының жұмысшыларының өздерінің жұмыстары бар. Соның бәрін қадағалап, бәріне хабарласып отырып, күнделік жұмыс өз уақытымен өте береді. Айына айлығын беріп, және премиясын беріп, мысалы қой сойып береміз, отбасыларына көмектесіп тұрамыз, соғымнан береміз, ақшалай көмек беріп тұрамыз, керек жеріне апарып, әрине олардың жылы тамақтарын өзіміз істеп береміз, жатын орындарын бәрі жылы өздеріне қолайлы жағдай жасағанбыз. Бұл жұмысты мен жақсы көремін, өзім осы қызметте жүріп, өзімнің дамуымды сеземін. Тек қана осы қой деп қойдың артынан жүрмейміз, жан-жақты боламыз, қалада жұмыстарымыз бар. Сол сияқты неше түрлі жұмыстарды істеп, даму үстіндеміз. Шаруашылық мал басын көбейтіп, оны асылдандыруда аграрлық несие корпорациясының көмегіне жүгінген. Бірнеше мәрте қаражат алып, кәсібін кеңейткен. Жаңа Байсары тұқымды қой түрін корпорацияның қаржылай көмегінсіз ала алмас едік дейді кәсіпкер. Аграрлық несие корпорациясының көмегімен ең бірінші 3 миллион теңгеден бастап осы мал шаруашылығына біз ақша алғанбыз. Соны игеріп, одан кейін 8 миллион теңге алдым. Оны игеріп, оны жауып 12 миллион теңге алдым. Оны игеріп, осы мал шаруашылықтың біз мал басын көбейткеннен кейін енді соның сапасына қарай жұмыс істейміз деп 30 миллиондап, 20 миллиондап осы Қазагрофинанстан корпорациядан ақша алып, қазіргі таңда дұрыс бағытта алынған ақша дұрыс бағытқа жұмсалғаннан кейін осындай дәрежеге алдан қалумен жетіп отырмыз. Облыстағы ауыл шаруашылығы саласындағы несиелеу жүйесі туралы ақпаратты аграрлық несие корпорациясы маманынан білдік. Жалпы аграрлық несие корпорациясының осы өңірдегі ауыл шаруашылығы саласында атқаратын рөлі ерекше деп айтуға болады. Осы уақытқа дейін мынау егін шаруашылығындағы және мал шаруашылығындағы және де осы ауыл шаруашылығы тауарларын өндіру, өңдеу бойынша жобаларды қаржыландырумен айналысамыз. Негізгі қойылатын талаптар бойынша айта кететін болсақ, жалпы жеке кәсіпкер, шаруа қожалық, ауыл шаруашылығы өндіріс кооперативтері, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер қатыса алады біздің бағдарламаларға. Оларға негізгі қойылатын талаптардың бірі несие алушының мемлекетке және бюджетке де басқа да төлемдер бойынша берешек қарызы болмауы, несие тарихының жағымды болуы, таңдаған бағыты бойынша егін шаруашылығы болатын болса жер учаскелерінің болуы және мал шаруашылығына айналысатын болса қоражайының болуы деген сияқты несие алу бағытына байланысты қосымша талаптар қойылады.
Аграрлық несие корпорациясынан қолдау тауып кәсіп бастағандар қатарында Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Қаракөл ауылы маңында орналасқан Бірлік Д жауапкершілігі шектеулі серіктестігі де бар. Бірлік Д шаруа қожалығымыз 2018 жылы құрылды. 2018 жылы 35 бас ірі қара малдан бастадық. Сосын 2010 жылы аграрлық несие корпорациясына заявка бердік. 250 бас ірі қара малын алдық. Асыл тұқымды қазақ ақбасын. Осы күнге дейін қазір 500 бас ірі қара малымыз бар. 24 жылы февраль айында аграрлық несие корпорациясы тағы да заявка бердік. 220 бас жылқы алдық біздің Мұғалжар тұқымын. Қазақстанда 400 бастай жылқымыз бар. 500 бастай ірі қара малымыз бар. 12 адам жұмысшыларымыз бар. Бірлік Д шаруашылығы тек асыл тұқымды малды бағып баптаумен ғана емес, оларға қажетті жем шөпті өсірумен де айналысады. Бұл істі оңтайландыру үшін тиімді технологияларда жасақталған. Өзіміз өсіреміз, шөп өсіреміз, суданский трава, люцерна, сосын дән дақылдарын өсіреміз. Бізде жақын жерде плотинамыз бар. 5 миллион куб су жиналады. Қардың, жаңбырдың суы жиналады. Сол суды пайдаланғымыз келеді. Жаңа технология енгізіп жатырық, сол дождевальный установка. Соны заявка беріп қойдық, соны құрғымыз келіп тұр. Шаруашылық қызметкерлерінің жағдайын жасап, жұмыс жасауға ыңғайлы орта қалыптастырған. Жұмысшыларымызға бүкіл условия бар мына жерде. Бірінші очередь свет өзіміз қаражатымызға электролиниясын тарттық. 8 шақырым жерден. Интернет өзіміз қондырдық, усилитель связи. Жататын орын бәрі бар. 2 повар бар. Шаруашылықтағы 8 түрлі ауыр техниканың тілін меңгерген механизатор маманнан кәсіпорындағы қызметіне тоқталдық. Осы қожалықта жұмыс істегеніме 3 жылдай уақыт болады. Механизатор есен жұмыс істеп жатырмын осында. Күнделікті жоспарым таңертеңнен шыққаннан, енді қасымда трактористер бар, соларды шығарып жіберемін жұмыстарына. Содан кейін өзім енді мына жақта жаңағы басшымын, анау-мынау деп отырмын, механизатор білмегендерін үйретемін. Содан кейін өз техникам бар. Жер жырту, егін жабу, солармен айналысумен кетемін. Егін түрінен арпа егеміз, сорғы, суданка егеміз. Общий 700 гектар жерде егін егеміз 700 гектар. Биыл мысалы 350 гектар арпа ектік, жақсы алдық биыл. Сорғы ектік 200 гектар, одан да жақсы шықты. Бұйырса келесі жыл тағы да күзде жер айдасақ, егінді көбейтіп, бидай, тағы басқа нелер бар тұқымдар. Соларды егіп, көркейтіп, өсірсек деймін ойымыз. Кәсіпорынды кеңейтіп, жаңа бағытта дамуға ниетті шаруашылықтарды қолдайтын өңірдегі аграрлық несие корпорациясы маманынан облыстағы сұранысқа ие несиелеу бағдарламалары туралы білдік. Аграрлық несие корпорациясын ауыл шаруашылығын дамытуға өте үлкен ықпалы тиеді. Несие беру өте тиімді шарттарда ғана беріледі бізде. Мысалы бізге Ақтөбе облысы бойынша көбіне мал алуға, ол жылқы алуға, көбіне сиыр алуға, асыл тұқымды сондай жобалар көп кіреді бізге, біздің филиалымызға. Өте жиі кездесулер өткізіліп отырады ауыл шаруашылық кәсіпкерлерімен. Райондарға барамыз, біз атамекенмен бірлесе семинарлар өткіземіз, тренингтер жүргіземіз. Және осылай бізге консультацияға келген кәсіпкерлерге де біз өзіміздің кеңестерімізді беріп, бағыт беріп отырамыз. Кәсіпкер мал шаруашылығын несие алып, енді келесіде өзін шаруа қожалығын ұлғайтқысы келіп, тағы да несие алғысы келсе, бизнес жоспарын қарап, егер оның жаңағы инфрақұрылымы, несие тарихы бәрі бізге келіп тұрса, сәйкес келіп тұрса, талаптарға онда біз болған несие тағы да бере аламыз. Осымен бүгін Қостанай және Ақтөбе облысы аумағындағы аграрлық несие корпорациясы көмегімен дамып, өркендеген шаруашылықтармен таныстық. Бұлар елдің экспорттық потенциалын көтеріп, облыстардың экономикалық әлеуметтік дамуына тың серпін берді. Мұның бәрі үздік жоба, дұрыс бастама мен мемлекеттік қолдаудың нәтижесі.